түсіріп жатыр уже, прикинь. Камера қалай қолдану керегін ұмытқансың ғой. Қалайсыңдар достар? Менің атым Абылай. Айдана. Айдана. Кеттік. Міне, мынау лифт. Лифттан P1-ге түсесің. P1 ол паркинг. Бірден біздің паркингтан шығасың. Мынау біздің паркинг. Мыналардың бәрі біздің машиналар. Иә, мынау біздің машиналар. Бүгін қайсын? Давай наған отырайық бүгін. Да. В общем, міне, мынау біздің блогта айтпадық қой, тек сториста, инстаграмда айттық. Мынау біздің көлік. Жақында ғана қалдық. Lexus RX 400 гибрид деген. Сол, міне. В общем, осындай. Міне есігі жабылады. Осындай құттықтап қойсаңыздар болады. Алдында болған Prius'қа ауыстырып алдым с доплатой. Осы шығарылымды достар мен Apple продукциясын арнайым деп шештім. Яғни конкретно айтқанда iPhone телефондарына өте көп адамдар сұрайды. iPhone жайлы бағасы қанша, сал жер аласың ба деп. И вот сәті түсіп бүгін iPhone'ның Америкадағы ең алғашқы сатылым күні. Бүгін точнее сатылымға шықты. 18 күні предзаказ басталды. Вот. Біз предзаказ жасап, қазір сол Apple центрға барып жатырмыз. Даунтаунда орналасқан, қаланың ортасында. Новыйдан ашылған, кстати, о жақта әлі болмадық. Вот қазір паркинг іздеп жүрміз, қараңыздар, вообще орын жоқ. Мына бәрі уже забиті болып тұр. Иә, орын табу қиын. Еще бір қызығы қазір андай очередь болады ма екен, жоқ па, сол тоже қызық. Apple дүкендерінің сыртында. Көреміз қазір. Біз, короче, 12:30-ға жазылдық. Ровно уақыт көрсеткен ол жерде 12:30, 12:45 соның арасында алып кетуіңіз керек. Иә. Қазір сағат 12:15. Біздер айналып әлі жүрміз. Сонымен паркинг жоқ. Жаңа көшенің жанына қоятын. Енді, скорее всего, жаңағыдай неге барамыз, иә? Платный паркингке. Ең арзанының өзі $15 деп тұр. Яғни бір 6000 теңгенің шамасында. Міне көлікті парковать еттік. Ойлаңыздаршы, нешінші этажына көтерілдік? 4-ші этажына көтерілдік паркингтің. И то бірақ орын, иә, мына жерде сонда? Я крышасы бар еще, 5-ші этаж. 5-ші этаж бар ма? Ең бастысы сол. Экзит дейді ғой. Короче, мынау осы паркинг $15. Еще лифт емес, мына Apple осы паркингтің дәл жанында орналасқан, жаңа сыртын көрдік, адамдар толып жүр сыртында. Прям очередь тұр. Уақытымен келе жатырық па біздер? Еще не жоқ. Лифт жоқ. Еще надо сасады. Иә. Мына Apple'дың аутфиті бүгінгі Apple'ға баратқан. Маска дайын. Агет. Түдін, вот, короче, Apple Tower деген, жақында ашылған новыйдан. Бұлай, по идее, естілмейді. Жақында новыйдан ашылған магазин. Apple'дың магазині осы центрда, қаланың центрында, Лос-Анджелестің. Оған дейін болмаған. Вот, соған бара жатырмыз. Бізде не бар андай? Запись. Предзаказ жасағанбыз, өйткені 18 күні. Міне сыртында адамдар. Не бар? Очередь тарсы. Ана жақта ана. Вообще. Біз как предзаказбен, по ходу көреміз. Сұрап көреміз. В общем, 12:30-ға жазылдық. 12:30 мен 12:45 арасында келіңдер деп жазды. Типа сол уақытта үлгермесеңдер қиын болады, очередьқа тұрып қаласыңдар деп келдік тура уақытында. И бізге айтады, короче, бұл уақыт деген фигня, очередьқа тұрыңдар дейді, короче. Вот қараңыздар, очередь әлі міне жүріп бара жатырмыз. Соңы білмеймін қаяқта екен. Соңы жылдан кейін. Бұл еще сыртындағы очередь, еще и іште де очередь бар. В общем, короче. Қазір соны тауып алғанда хабарласамыз. Достар, где-то арада 10 минут па өтті, даже 10 минут емес, 7-8 минут өткен шығар. Вот біз очередьқа тұрдық, уже біздің артымызда адамдар толып кетті. Көрініп тұрмас, көрініп тұрған жоқ па, кішкене билеп сөйлейін. Ал біздің қозғалған жоқ. Біз, где-то 2-3 шаг істеген шығармыз максимум. Вот, алдыда очередь. Бұрын жалпы Қазақстанда жүргенде андай новостар шығады ғой. Люди выстроились в очередь за айфоном деп ше. Сол кезде ойлайтын,
еріккен адамдар делать нефиг деп ше. Сөйтіп қазір міне енді өзіміздің басымызға түсіп жатыр. Өзімнің деп айт, өзімнің. Өзімнің басым. Мен айдынан чисто қинап тұрғызып жатырмын қасымда. Негізі маған керек қой. Кішкене продвижение болып жатқан сияқты. Қазір андай ассистенткалар жүр да, келіп сұрап жатыр, кімде резерв 12 мен 1-дің арасында деп. Бізде 12 мен 1-дің арасында ғой. Бірақ пока тек қана сұрады да, кетіп қалды. До этого жаңа бір талпа адамдарды өзімен алып кеткен. Біз көреміз, может қайтып келіп, жүріңдер. Бірақ кішкене алдыға жылжыдық, по идее. Уже бір 20 шақырдай. Тағы жақындатты, бізді жақындап келе жатырмыз, короче, баратырмыз. Все ближе и ближе. Аня, анау іштегі очередь айтпақшы. Короче, ассистент бәрінен уақытты сұрап шықты, қандай уақытта резервте. Сол, короче, уақытпен сортировать етті. 12:30 болғаннан кейін жылжытты алдыға. Дұрыс болды, иә? Иә. Біраз жақында қалды. Міне қараңыздар, мына жақта, короче, очередьте тұрған адамдарға су таратып жүр. Осы Apple-дың жұмыскерлері. Ал мынау міне мынау манағы паркингта дұрыс емес тұрған адамдарға тикет жазып жүрген кісі міне. Короче, паркинг уақыт өтіп кетсе, немесе төленбеген болса, жаңа ғана біздің көзімізше офицер 2 көлікке тикет жазып кетті, яғни штраф. Міне тұрған. Алдында ана лобовойында көріп тұрсаңыздар. Мынау и осының артындағы. Просто бүйтіп келеді екен да, қарайды да, машина дұрыс емес жерде тұрған, и бүйтіп бір-екі рет айғайлайды. Типа хозяйны бар ма, жоқ па. Хозяйны шықпаса, фотоға түсіреді, жаңа ана қағаз протокол толтырады да, лобовойына жабыстырып береді. Бізді алып кетті, короче, ішке кіріп баратырмыз. Міне іштегі очередьқа тұрғызды. Іштегі очередьқа тұрғызды. Короче, бана SMS келеді ғой. Заказ жасағанда сол SMS-пен бір нәрсе ұрды да, сканировать етті да, айтты, короче, сіздерде пикап болса, енді алып кету самовывоз ғой. Болса просто кресте алып кетесіз, болды, басқа ештеңе істемейсіз, магазин ішін қарамайсыз, ештеңе сұрамайсыз, просто алып кетесіз. Сондай. Сөйтіп, я деп едік, или жаңа аксессорилар қарайсыз ба деп, сосын жоқ деп едік, онда жүріңіздер деп мына жерге алып кетті. Ну, в принципе, уже қанша болды? 12:30-да келсе 40 минут болды, уже ішке кірдік. Бірден 10 кеткен да, не? Иә. 40 минутта ішке кірдік. Міне мынау iPhone 13 Pro. Бұл даунтаундағы Apple Store-дың іші, міне мынандай. Міне, короче, осындай QR-код болады, осыны сканировать етті. Мен ID-имді қарады, аты жөнімді. И қазір сізге алып кеп береді деп айтты, короче, вот күтіп тұрмыз. Болды, біз шақырып алып. Міне. Double check your ID? Sure. Вот, короче, алайын деп жатыр. Thank you. Вот, міне алды. Дұрыс қарап ал, 512 ма? Иә. Болды, шықтық Apple-дан. Әне, қайда, әкел. Өліп барасың. Міне, iPhone 13 Pro. Айтпақшы, биылғы iPhone-дардың, новый iPhone-дардың сырты, вот андай не емес. Пластикпен қапталмаған. В общем, иә. Просто коробка и на жағында андай нелер болады. В общем, менің карточкамнан шешіп тастаған ғой ақшаны. Я алмай. Айдынан маған жасаған подаркасы ғой. Мен саған $400 ондай подарок істемей-ақ қойдым. Ладно енді, қанша $130 берейін, мұны ішінге істейін дедім. Міне паркингтан түсіп келе жатыр, қараңдаршы қандай. Тар іші, вообще. Іштар көре алмайтын паркингді жеш. Міне мынандай іші көрініп тұр ма? Короче, тут мынау, встречкамен кетіп қалды. Мынау встречкамен пер кетті. Қай қаларасың, дос? Мен қараңыздар, мынандай кішкентай тар жерлермен өтесің бүйтіп. Сол үшін ана машиналардың шет-шеттері ұрылған. Не? Мындай жерге күнде қоятын болсаң. Мені көрсетейші. Нені? Міне Айдын айтпақшы не алды? Көзіме кремдер, оған мынандай подарка. Алды болғанда мен алып бердің? Енді сенің жұмысың ғой ол. Мынандай ночной крем, сол бәрін жаңа барып айттым, болды iPhone алады екенсің өзіңе. Мен бетіме қарайсың. iPhone
Де, iPhone алып береді екенмін, онда сен маған крем алып бересің алып деп. берген жоқпын мен iPhone. Ақшамды қайтар карточкамнан алғам. Міне. Мынандай крем алдым. Сосын оған мынандай қасына ночной крем алдым. Сөйтіп бұл жерде оған 15% скидка берді. Сосын мынандай косметичка берді. Ішінде тоже анау мынау кішкентай крем, туш деген сияқты заттары бар. Сол бүгінгі менің алғаным осы $100 алдым. А бұл $1400 өзіне iPhone алды. В общем, қазір, короче, үйге жетіп алғанда мен iPhone распаковкасын жасаймын, бәрін көрсем, бағаларын айтам, жаңағы. Ал Айдана не істейді? Айдана түсіреді мені, чисто походу. Түсірмеймін мен. Ұйықтайсың ба? Мен өзімнің наларымды ашып. Айдана косметикасына. О, қараңыздар қандай машина. Шевроле. Айдана өзінің косметическісіне не жасаймын дейді. Обзор жасаймын дейді. Қыздар бар ма? Қыздар Айданаға қосылыңдар бьюти блогына. Де, бьюти блог па еще? Достар, міне мен сіздерге ең әдемі бургерді көрсетемін. Де. Күшті байсы? Иә, қазір попой жейміз, өйткені қолым май болып кетеді. Мен жүре берем. Міне, iPhone 13 Pro Sierra Blue. Sierra Blue деген жаңа шыққан түс. Кеттік ашайық? Иә, ашайық. Айта кететін сөз, биыл iPhone өзінің телефондарын андай сыртындағы пластиковый несіз оберткасыз шығарды. Өйткені типа экологично бір ойлай деп, в общем, короче, білмеймін, бірақ ана iPad басқа, короче, ноутбуктары бәрі пластикпен шыға береді. Короче, түсінбейсің. Ладно, міне қорапшасы осындай, кішкентай, өйткені ішінде дым жоқ. Мынау менің қолымда iPhone 13 Pro 512 гигабайтқа. Бағасы $1424 па? Қанша? $1424. Бұл iPhone 13 Pro 512-нің бағасы. 512 гигабайттың. Ал жалпы iPhone 13 Pro 128 гигабайт $1000-дан басталады. $1000 яғни жаңағы Apple-дағы бағасы плюс 10% такс, яғни $1100. 256-сы $1200 шығады. 512 $1400, 1 терабайт $1600. Мен негізі 1 терабайт алғым келді, бірақ 1 терабайт болған жоқ в наличии. Сен де распаковканың андай несін, ощущениесін сезінгің келе ма? Сезінгің келсе, мына жақта екеуі бар, короче, біреуін сен шешсең болады, біреуін мен шешсем. Жоқ, мен бургерімді жегім келеді жаңағы. Все, онда. Міне. Чық. Болды, осақ. Ашушы. Асты. Де. Болды. Тараң. Экраном вниз. Мне артын көрсетіп қойып, короче, түсі Sierra Blue деген түс. Даже бетінде андай несі жоқ па, не қағазы? Серый сияқты ма? Қандай қағазы? Басқа ана жақта дым жоқ. Пластиковый не болатын ғой. Ол бетінде болу керек. Айбай! Міне. Мынау ғой міне. В общем, осындай. Мына жақта чайниктарға арнап, типа қандай не екен кнопкалар екен көрсетіп қойған. Громкость. Громкость сол жақта болатын бет айфонда, я сол жақта екен ғой. Ауыр екен бірақ өте. Да? Я. И ладно, қазір комплектінде не бар? Коробкасында тек қана USB зарядка. То есть Lightning-тан неге USB-C-ға. Надо да сондай болды ма 12-де де? Я. 12-ден бастап қой, несін шығармаған. И болды, тым жоқ басқа. Вот. И мынандай нелер бар, короче, симка тығатын жаңағы булавка. И бір алмаша. Алма жесің ба? Алма жесең барда холодильниктан алып тебе. Көрдіңіздер, мына қағаздан істеген бұрында андай не болатын еді ғой? Бұрында темір болатын еді ғой деші. Пластик. Да, білмеймін. Бірінші iPhone бұл менде ашып атқан. До этого мына 11-ді мен БУ сатып алғам. А 12-ні сен аштың. Болды ма? Артында как будто бірінші жабысып тұрған сияқты. Енді не туралы айтсаңызшы, Қазақстанға жіберу туралы айтам дедіңіз ғой. Я қазір айтам. Әкел 12 Pro мен салыстырайық. Міне, мынау Айданада 12 Pro алдыңғы жылы алған. Мен алып бергем, әйтпесе. Алдынан, в принципе, вообще разница жоқ. Шеттерінен де разница жоқ. Артынан тек қана чуть-чуть разница бар. Ну, в плане, что цветінен бөлек. Камерасы үлкенірек екен 12 Pro-ның. Салыстырып көрсеңіздер болады.
нелерінде қандай разница? Нелерінде? Кстати, чехол 12 Pro'ның чехолы 13 Pro'ға келмейді, өйткені міне камерасы сыймайды. Во-первых, во-вторых, нелер келмейді мынандай. Качелька громкости на 12 Pro'да биігірек екен, 13 Pro'да чуть-чуть төменде, и мына жақ тоже блок тоже келмейді. Бағасы жайлы, iPhone 13-тердің бағасы iPhone обычный 13, ең арзаны мини, мини $700 басылады, ең простой комплектация, яғни 128 гигабайт. 13 обычный 13 мини емесі $800, iPhone 13 Pro $1000 және Pro Max $1100 басылады. Бұл жаңағы ең төменгі конфигурация памяти дейм ба, сондай. Сосын память көбейген сайын ақшасы көбейе береді. Яғни 13 Pro'ның ең простой 128-і $1000 болса, 256-сы $1100, 512-сы $1300. 1 терабайты $1500. Ал Pro Max, короче, бүкіл бағаларды бүйтіп андай астына скриншотпен шығарасынайыншы, солай кажется понятнее болады. Сосын айфондарды Қазақстанға жіберу туралы көп адам өте сұрайды. Маған iPhone салып жібере аласың ба, ауыл бағасы қанша деп ше. В общем, Қазақстанға жіберуге болады. Жалпы андай бір кетіп бара жатқан адамдар арқылы таныстар тауып аласың, чаттарға жазып, кім Қазақстанға кетіп бара жатыр, телефон бер жіберейін деп едім деп. Сөйтіп жіберуге болады, и то ол адамдар келісе бермейді, потому что бір адам өзімен тек 2 ашылмаған техника алып өте алады деп естідім мен, и көбісі сөйтіп айтады, жалпы сондай екен. И получается, ол адам в любом случае менің ойымша өзіне там или там туысқандарына бір техника алып барады да, басқа біреудікін апармайды. Тағы бір вариант, ол короче осылай телефонды аласында полностью ашып тастайсың жаңағы, чтоб не запечатанный болады да, сондай кезде жаңағы неде аэропортта ештеңке айтпайды саған деп естідім мен. Сондай вариант бар. И жалпы сөйтіп біреу арқылы беріп жүргенде оларға тоже андай типа төлейсің да. Біреу $50 алады, біреу $100 алады деген сияқты. В общем, примерно сондай. Бірақ біз iPhone жіберіп көрмеппіз, новый iPhone, ондай опыт жоқ. Жалпы 13 туралы айтарым, егер сізде iPhone 12 болса, то 13-ке секіріп керек емес деп ойлаймын. Потому что разница қатты емес. Ал егер сізде iPhone 5 болса, то болады. Менде iPhone 11, по идее iPhone 11 мен де жүруге болатын еді, бірақ мен память толып қалған, вообще даже сообщениялар келмейді неде, WhatsApp'та иногда. Деп өзі айта береді енді. Деп айта бермеймін, и так сондай ғой. Бір кісі көре алмай отыр десе. Міне. iPhone 11 мен 13-тің разницасы. Міне мынау ескі iPhone, мынау жаңа iPhone, міне мынау 12 Pro iPhone айдынанкі. Міне, қазір чехол түсірсем. Міне мынау Google Pixel. Чо, қайсы күшті? Xiaomi бар үйде, ол ар жақта жатыр. Мынаның камерасы бойландай не екен да? Дәу я қарсай, мынаған қарсай. Потолще. Я кәдімгідей үлкен мынадан. Прям көзге жестко бросается. Мына осын сайсын банда сен? Мынаның яблочкасы вообще көрінбейді екен. Қарсай? Может какой-то бір... Бұлай битсен көрінеді. Битсен көрінеді. Мынаның вообще көрінбейді. Мынада вообще яблочко жоқ. Мынада G деген не бар? Әріп. Так, кеттік. Қосамыз. Қосылды. Міне, яблочко шықты. Hello дейді. Кстати, да, вот қараңыздар, чолкасы кішкентайрақ. Міне. Чолка, кәдімгі шын чолкасы болса шақасы істі. Да. Быстрое начало. Поднесите свой текущий iPhone или iPad к этому iPhone для входа и настройки дейді. Если ваши другие iPhone и iPad не отображают параметры для настройки, алма, поднесите дейді. О, қараңыздар, используйте свой настройка нового iPhone. Используйте свой Apple ID для настройки своего нового iPhone дейді. Продолжить. Ожидание другого. Поднесите к камере свой новый iPhone дейді. Поднесите к камере дейді. Мынандай бар екен ғой. Естественно, басым, да? Ух ты! Введите код-пароль своего другого iPhone.
қызықты. Бұл код парольді неге сендерге көрсетіп отырмын? Көрсете алмайды ғой. Міне қараңыздар, перенос данных басталды. Мына не үшін коробкаға салып қойдым дейсіздер ғой? Өйткені мен әлі чехол алған жоқпын, заказ беріп қойдық, бірақ бүгін келу керек. Камерасы дәу ғой, выпирать етіп тұрады ғой. Жерге, мына жаққа столға қойсаң, андай бүйтіп қатты істейді да, мынау қатты істемейді, мынау қатты істейді. Сол үшін бүйтіп тығып қойдым. Өйткені бұл жерде міне камерасына арналған тесік бар. Сол жерге алдым да. Чынг деп қойдым. Все. Мен не үшін бүйтіп салып қойдым деп ойлайсыздар? Өйткені iPhone 13-ті 11 екеуінен ажырата алу. Естідіңіздер ма? Айдына шутка тықты. Бірақ мен келсем, айфондар вообще андай какой-то бір инновацияны редко жасайды. Вообще жалпы өзгерістер аз болады айфондарда. Сондай, короче.